Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз 10 сынып алгебра және анализ бастамалар пәні номер 12 сабақ. Сабақтың тақырыбы кері функция. Сіздерге қойылған мақсат кері функцияның анықтамасын және берілген функцияға кері функцияны табуға есептер шығару. Жетістік критериялары кері функцияның мақсатын және берілген функцияға кері функцияны табуға есептер шығарады. Есептер шығаруға көшпес бұрын кішігірім видеороликке назар аударайық. Видеоролик көрейік. Y тең 2x сызықтық функциясын қарастырalım. Егер x-тің мәні 9-ға тең болса, онда y 18-ге тең болады. Берілген функцияға тән тәуелділікті кері өрнектеуге болады. Ол үшін y-тің орнына x-ті қойып, кері ретпен амалдарға кері амалдар қолдану керек. Егер y 18-ге тең болса, онда x 9-ға тең болады. Біз y-ті 2-ге бөлеміз. Себебі функция x-тің мәнін 2-ге көбейтеді. Егер функция y-тің x-ке тәуелділігін көрсетсе, онда x-тің y-ке тәуелділігін көрсететін функция кері функция деп аталады. Y тең ax сызықтық функциясын қарастырайық. Бұл жерде a 0-ге тең емес кез келген сан. Ол y-тің x-ке тәуелділігін көрсетеді. Кері функция x-тің y-ке тәуелділігін көрсетеді. Олай болса біз x пен y-тің орнын ауыстырайық. X ay-ге тең болады. Бұдан шығар қорытынды y тең a-дан 1x функциясы y тең ax функциясына кері функция болады. Мысалы, y тең 2-ден 1x функциясы y тең 2x функциясына кері функция. Шынымен де y тең 2x функциясының аргументі 2-ге тең болғанда, мәні 4-ке, аргументі -3-ке тең болғанда, мәні -6-ға тең болады. Ал y тең 2-ден 1x функциясының аргументі 4-ке тең болғанда, мәні 2-ге, аргументі -6-ға тең болғанда, мәні -3-ке тең болады. Жақсы, видеоролик көріп болсақ, енді есеп шығарайық кері функцияға байланысты. Дәптерлеріңізге берілген функцияның кері функциясын табу және екі функцияның графигін бір координаталық жазықтықта салу. Төменде көріп отқан функциялардың кері функцияларын табасыздар және де оларды бір координаталық жазықтыққа саласыздар. Мысалы, бірінші есепте y-тен болады 1 - 12x. Осы функцияның бірінші кері функциясын табу аласыздар. y-ті x-ке өрнектеп, сосын орнына алмастырып қоюларыңыз керек. Содан кейін осы функцияны, кері функциясын және тура функцияны сіздер бір координаталық жазықтыққа салуларыңыз керек. Сол сияқты қалған 7 функцияның кері функциясын тауып және оларды жеке-жеке бір координатаға саласыздар. Дәптерге бірінші есепті көшіріп алыңыздар және оның кері функцияларын табыңыздар. Дәптерге шығарайық. Бірінші берілген функциялардың кері функцияларын тауып алыңыздар. Одан кейін барлық функцияны бір координатаға сызыңыздар. Бір координаталық жазықтыққа сызыңыздар. Жақсы, болсаңыздар келесі тапсырма көшейік. Келесі тапсырма берілген функцияның кері функциясын анықтаңыздар дейді. Сіздерге функциялар берілген, осы функциялардың кері функциясын анықтайсыздар.
графиктерімізге есептеп шығарайық. Есептің берілген көшіріп жазып алыңыздар. Және де есепті өз беттеріңізше дәптерге шығарыңыздар. Координаталық жазықтыққа ешқандай график салмайсыздар. Тек қана берілген функциялардың кері функцияларын ғана анықтайсыздар. Дәптерге шығарайық, жазайық. Жақсы, болсаңыздар келесі тапсырма. Келесі тапсырма сіздерге енді керісінше графиктер берілген сызбаны пайдаланып функцияның аналитикалық түрін жазу керексіздер және осы функцияға кері функциясын анықтап графигін саласыздар. Ең бірінші сіздерде графиктер берілген, көріп отырғандарыңыздар. Осы графиктің аналитикалық түрі деген ол теңдеуі функцияның тура функцияны жазасыздар. Және сол функцияның теңдеуін жазып болғаннан кейін берілген функцияның кері функциясын табасыздар. Және сол кері функцияны сіздер осы берілген графиктердің қасына саласыздар. Мысалы, бірінші графикте бізде бұл тригонометриялық өрнектердің тангенс, котангенстің графигіне ұқсас, соның бірінші бұл теңдеуін тауып жазасыздар. Одан кейін сол теңдеуге, сол функцияға кері функция жазасыздар. Және соның графигін осы бірінші суреттің қасына саласыздар. Тапсырма түсінікті болса, дәптерге бірінші сызып алыңыздар графиктерді. Одан кейін әр графиктің функциясын анықтау керексіздер. Аналитикалық түрі деген ол бізде функцияның теңдеуі. Дәптерге сызайық және аналитикалық түрін жазайық. Аналитикалық түрін тауып болсаңыздар, енді сол функцияға кері функция анықтап, оның графигін қайта саласыздар. Дәптерге салайық. Жақсы, болсаңыздар келесі тапсырма көшейік. Келесі тапсырма сіздерге оқулықпен жұмыс. Оқулықта 4-7 есеп 26 бетте есептің шарты бойынша сіздерге функция берілген. Функцияға кері функция тауып, оның графигін бір координаталық жазықтықта салу керексіздер. Дәптерге өз беттеріңізше есептің берілгенін дұрыстап оқып, және есепті дәптерге шығарайық, жазайық дәптерге. Жақсы, тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі тақырыбымыз сіздерге түсінікті болса, жақсы, сау болыңыздар.